тепловоз 2Т25КМ. Измеритель температуры дейтін аппарат. Машинист жағынан контакты бар астында. Так, бұл қандай жұмыс атқарады? Бұл жаңа судың және майдың температурасына байланысты моторларды қосып, сөндіріп, шахтадағы моторларды, жалюзилерін ашып жабады. Егер вдруг моторлар істемей жатса, қосылмай жатса, мына бір төртбұрышты штекерді ағытып, шамалдан қайтып саласыз. Сөзі перезагрузка болып істеп кету керек көп жағдайда. Негізі майдың температурасын көрсетіп тұратын екі датчик бар. Бұл небір көп ДТ1 және мына қасындағы ВК20 аха. Так, мына көк ДТ1 деген бұның майдың температурасы көрсетіп тұрады, чисто информационный. Яғни неше майдың градусы көрсетеді температурасын болды. Тепловоздың жұмыс істеуіне ешқандай ықпал білдірмейді. Біздегі асудағы майдың температурасын көрсетіп тұрған сияқты. Ал мына ВК20 дейтін датчик, қасындағы темір. Бұл жаңа температураны ақпаратын блок измерительге аппарат жаңағы көрсеткен төрт бұрышты ақ ящик машинист жағынан высоковольтный камерадағы. Және сол арқылы жаңағы шахтадағы моторлар қосылып сөнеді. Жалюзилер ашылып жабылады. Бұл датчик егер істен шықса, бұны отключить ету керек. Немесе сыртта жаңа датчик 22 деген датчик бар, ВК22. Ол окружающая среда температурасын көрсететін датчик. Соны ағытып алып, осыған салып, заменять етуге болады. Бұл орналасқан жері раздражениені білдіретін абсорбер осушка, соны осы арада тұрады. Ал судың датчиктері, олда екі датчик бар. Компрессор болса, соның жоғары жағында тоже екі датчик ДТ3 көгі. Сосын ВК23 деген. Бұл да жаңағыдай. ДТ3 информационный, тек ақпарат береді. Ал мынау блок измеритель температураға барады. Және сол арқылы жаңа шахтадағы жалюзимен моторлар қосылып, ашылып жабылады. Бұл да істен шықса, бұны да жаңағыдай ВК22 датчикпен ауыстыруға болады. Ол сыртта қазір қай жерде орналасқанын көрсетемін. Мынау міне машинист жағы, баспалдақ, соны мына астында мына жерде ВК22 деген датчик. Осыны да су мен майдың датчигіне ауыстыруға келеді. Ал егер жаңа измеритель температуры немесе датчик ауысуға келмей жатса, онда мына шахтаны, моторларды ручнойға управлениясын ручнойға көшеміз. Бұл үшін машинисттің қасындағы түрлерді шеткісін ручнойға түсіріп қоямыз. Сосын бірінші мотор, екінші мотор, үшінші мотор, төртінші мотор осыларды қосып отырамыз. Так, төртінші мотор бұл тек қана судыкі. Судың температурасын білдіреді. Так, төртінші мотор тек қана жаңа судыкі деп айттық. Бұл негізі кітап бойынша судың температурасы 79-ға келгенде қосылады, 76-ға келгенде сөнеді. Үшінші мотор ол әрі судыкі, әрі майдыкі. 11 секция бар, соның басым көпшілігі майдыкі да, шамалысы судыкі. Бұл даже су 83-ке келсе қосылады, 75-ке түссе сөнеді. Бір мен екінші мотор, олар майдыкі. Бірінші мотор 75-ке көтерілсе қосылып, 72-де сөнеді. Екінші мотор 79-ға көтерілгенде майдың температурасы қосылып, 75-ке келгенде сөнеді. Примерно осыған қарай отырып, 70-тен түсіп кетпеу керек, 80-ден асырмай қосып сөндіріп отырамыз ручнойда. Оны мына шахтада, компьютерде управленияға кіреміз.
жаңағы қателесіп қалдым, управление емес. Управление деп қалыппын ғой. Жаңағы неге кіреміз? Диагностикаға кіреміз. Содан вспомогательное оборудованиеге кіреміз. Старт дизельға барамыз. Мына жерде автомат деп тұр. Егер ручныйға көшкенде ручной деп шығады. Одан кейін жаңағы 4-ші мотор, 3-ші мотор, 2-ші мотор, 1-ші мотор. Сол қосқан кезде жасыл болып жанады.